таудақсын мынандай ағермен дейді, орысша полын дейді. Таудақсы адырдағылар жарамайды. Бұл ермананың пайдасы именно асқазан асты безін қышқылға тойдырады. Қышқылға тойғаннан кейін адам жаңағы арақ ішуге де жан аясқамай қалады. Және біз жаңағы арақты максималды қою үшін жанына адам тамырды қосамыз. Неге? Себебі мына тілде көптеген клеткалар бар. Тілдің әр нүктесі әртүрлі дәмді сезеді. Ащыны, қышқылды, тұздыны, тәттіні. Дәл сол клеткаларды оятады адам тамыры. Осы екеуін тағында бір-екі қоспасы бар. Соларды қосып барып жасаған кезде жаңағы адам алғашқы кездегідей ағзасы тазарады. Былайша айтқанда мүлдем арақ ішпеген адам сияқты кейіпке келеді. Енді 5-6 жастағы болмаса, мен секілді арақ мүлдем ішіп көрмеген адамға арақ ішсе, яғни мен мысалы қазір бір арақ ішкізетін болса маған, мен құсып жіберемін, отказ беремін. Болмаса ауырып қаламын ішкен күннің өзіне. Былайша айтқанда жиіркеніш туады да, оны мүлдем ішпей қоямын. Сол сияқты сезімге әкеледі ғой былайша айтқанда. Енді бұл ерманадан дәрі жасаймыз. Бір 450 мл шамасында беріледі бір адамға, сол норма жеткілікті. Енді бұны азанда және кешке ішу керек. Бұны дәріні дайындап бергеннен кейін қайнатпа дәрі ғой, енді химикатсыз жасалынады, суға қайнап жасаймыз. Азанда тамақтан жарты сағат алдын, кешке тамақтан 1 сағаттан кейін. Былайша айтқанда тамақты жаңа жатардан алдын бір қасықтан ішу керек, холодильникке сақтау керек. Бұның бағасы 21 000 теңге. Жаңағы 450 мл-дің бір рет ішсе жеткілікті. Енді прям қатты берілгендер болса, енді 2 рет ішетін шығар. Негізі оның өзі 20 күннен ары қарай 25 күнге дейін жетеді. Бір жаңа банкадағы 450 мл. Оны 10 күн ішкен кезде уже результат бере бастайды. Жаңағыдай тамаққа деген аппетиті ашылып, дәм сезгіштігі күшейіп, жаңағы уже араққа көрсе, жаңағыдай құсқысы келетіндей, арақ іше алмайтындай деңгейге уже 10 күннен ары қарай результат береді. Соңына дейін ішіп тастау керек. Неге? Себебі арақты екінші рет қайталап бастап кетпес үшін, аурудың қалдықтары қалып қалмас үшін до конца сол ішіп тастау керек болады. Енді сіздер заказ беру үшін және де басқа сұрақтарыңыз болатын болса, 8-707-257-14-19 менің WhatsApp-ыма жазыңыздар. Менің есімім Нұрқаділ. Осындай емдік шөптермен айналысамын. Басқа да емдік шөптер бар. Жүрек, бауыр, зұлым, сағыр, простатит, ерлердің мужской жағына. Егер тапсырыс белгілеріңіз келсе, жаңағы WhatsApp-қа жазыңыздар.